Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін бізде қазақ тіл сабағы 7 сынып 8 бөлім дұрыс тамақтану, гендік өзгеріске ұшыраған тағамдар. Сабағымыздың тақырыбы тамақтану мәдениеті. Бізге берілген оқу мақсаты мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру, шылау түрлерін ажырата білу, орынды қолдану. Күтілетін нәтиже: мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастырады, шылау түрлерін ажырата біледі, орынды қолданады. Бізге берілген оқылым мәтінді оқып, ой бөлісіңдер, ойларыңды түйінді сөздермен қорытындылаңдар. Тамақтану мәдениеті. Тамақтану мәдениеті дегеніміз түрлі тағамдарды уақытында және дұрыс мөлшерде тұтына білу, бір қалыпты тамақтану. Адамға тәулігіне қанша мөлшерде тағам қажет? Бұл адамның жас дәрежесіне, жынысына, жұмыс түрі мен тұратын жерінің климат жағдайына байланысты. Адам тағамнан өзінің бір тәулікте жұмсайтын энергиясының мөлшерінде ғана қуат алуы тиіс. Одан көп те, аз да емес. Егер адам асты үнемі мөлшерден тыс тұтынса, семіреді де. Нәтижесінде қант диабетіне, атеросклерозға ұшырайды. Бауырдың қызметі бұзылады. Басқа да аурулар пайда болады. Тамақтану институты жүргізген байқауларға қарағанда, қомағайлана тамақтану салдарынан семіру өте көп тараған. Тексеруден өткендердің ішінде 18-ден 80 жасқа дейінгілердің 30% салмағы қалыпты мөлшерден артық, ал олардың жартысына жуығы науқас болып шыққан. Алайда тамақты аз ішіп, үнемі аш жүруге де болмайды. Өйткені мұның да қауіпті зардаптары бар. Сондықтан тамақтанудың ақылға қонымды, жай сапсары болуы тиіс. Ой түрткі сұрақтары. Бірінші сұрақ: адамның жас ерекшелігіне, жынысына байланысты тағамды тұтыну мөлшері қандай болуы мүмкін? Жұмыс түрінің, климаттың тамақтануға әсері қандай? Екінші: қомағайлана жеудің адам ағзасына, мәдениетіне кері әсер ету себебі неде? Үшінші: ақылға қонымды тамақтану дегенді қалай түсінесіңдер? Бұл ой түрткі сұрақтары болатын. Бізде тілдік мақсаттағы сабағымыздың тақырыбы шылау. Шылаулар сөз бен сөздің немесе сөйлем мен сөйлемнің араларын байланыстыру, құрастыру үшін қолданылатын, өздері тіркескен сөздерінің ұғымдарына әрқилы реңктер үстеп, оларға ортақтасып, тұлға жағынан тиянақталған, лексика-грамматикалық мағынасы бар сөздер немесе тілімізде толық лексикалық мағынасы жоқ, бірақ сөз бен сөзді, сөйлем мен сөйлемді байланыстырып немесе сөзге қосымша мән істеп тұратын көмекші сөздер. Мысалы, мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, жоқ барды ертегіні термек үшін. Бұл бірінші сөйлем. Екінші сөйлем: жомарт қазіргісімен келешегін жалғастырып тұр. Үшінші сөйлем: абай қажымай, жалықпай, ылғи ғана ынтығып тыңдайтын. Бұл мысалдардағы үшін, мен, ғана деген сөздердің толық мағынасы жоқ, бірақ сөйлемде олар өзі қатысты сөздерге қосымша мән үстеп, белгілі бір қызмет атқарып тұр. Бірінші сөйлемде үшін шылауы ермек және термек сөздеріне мақсат мәнін үстеп тұр. Мұнда мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, жоқ барды ертегіні термек үшін деп тұр. Келесі: ол сөздерді жазбаймын сөзіне бағындыра байланыстырып тұрса, екінші сөйлемде мен шылауы қазіргісімен деген сөз бен келешегі деген сөзді ыңғайластық мәнде бір-біріне салыстыра байланысып тұр. Мұнда жомарт қазіргісімен келешегін салыстырып тұр. Яғни қазіргісі және келешегі сөздерін бір-біріне байланыстырып тұр. Олар сөйлемнің бірыңғай мүшесі екенін көрсетіп тұр. Үшінші сөйлемде ғана шылауы ылғи деген мезгілдік мағынадағы сөзге шектілік, күшейткіш мән үстеп тұр. Мұнда абай қажымай, жалықпай, ылғи ғана ынтығып тыңдайтын сөйлемі қолданылып тұр. Шылаудың түрлері. Грамматикалық сипатына қарай шылау сөздер үшке бөлінеді: жалғаулық шылау, септеулік шылау, демеулік шылау. Бізге берілген жалғаулық шылау. Жалғаулық шылау тең дәрежедегі өзара салаласа байланысқан сөйлем мүшелері мен сөйлемдерді байланыстырады. Ол өз ішінен 6 түрге бөлінеді. Олар: ыңғайластық,
қатынасты білдіретін жалғаулықтар. Екінші, қарсылықты қатынасты білдіретін жалғаулықтар. Үшінші, талғаулықты қатынасты білдіретін жалғаулықтар. Төртінші, себеп салдарлы қатынасты білдіретін жалғаулықтар. Бесінші, шарттық қатынасты білдіретін жалғаулықтар. Алтыншы, кезектес қатынасты білдіретін жалғаулықтар. Ал енді осыларға кезек тоқтап көрейік. Бірінші жалғаулық ыңғайластық қатынасты білдіретін жалғаулықтар. Мен, бен, пен, менен, бенен, пенен, да, де, та, те және һәм, әрі. Екінші, қарсылықты қатынасты білдіретін жалғаулықтар. Бірақ, алайда, дегенмен, әйтпесе, әйткенмен, сонда да. Яғни бұлар қарсылық мәнде қолданылады. Үшінші, талғаулықты қатынасты білдіретін жалғаулықтар. Не, немесе, я, яки, я болмаса. Мысалы, я мен барамын, я сен барасың, яғни талғап қолданылады. Төртінші, себеп салдарлық қатынасты білдіретін жалғаулықтар. Себебі, өйткені, сондықтан, сол себепті. Бесінші, шарттық қатынасты білдіретін жалғаулықтар. Егер, егерде. Алтыншы, кезектес қатынасты білдіретін жалғаулықтар. Кейде, бірде, біресе. Бұл шылаудың түрлері болатын. Бізге берілген кері байланыс тапсырмасы жалғаулық шылаудың 6 түріне 6 сөйлем құрап жазу. Бізге берілген сабақ осымен аяқталды. Сау болыңыздар.